Сәлем, біз бүгін моль ұғымымен танысамыз. Зат мөлшерін мюмен белгілейміз, оның өлшем бірлігі мольге тең. Мысалға, 1 тонна затты алайық. Оны жекелей мысалы қарастыратын болсақ, оның құрамында мысалы 1000 килограмм болады. 1 тоннаны құрамында 1000 килограмм болады. Ал соның ішіндегі 1 килограмм затта 1000 грамм болады. Ал сұйық заттарды қарастырайық. 1 литрде 1000 миллилитр болады. Ал одан да ұсақ бөлшектерге келейікші. Мысалға, молекулалар, атомдар, біз оларды қолмен ұстап, бөлшектеп, оларды бізге санау өте қиынға соғады. Сол үшін моль ұғымы енгізілді. Мысалға, 1 қасық суды алайық. 1 қасық су. Мысалға, 1 қасық су. Ол шамамен 18 миллилитр деп алатын болсақ, оның құрамында 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесінде осыншама сан бөлшек болады. Яғни судың бөлшектері, молекулалар. Бұл сан бізде тұрақты және Авогадро саны деп аталады. Сонда 1 мольде 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесінде бөлшек болады деген сөз.